Қайта оралған қарлығаш. 2 бөлім. Таңертеңнен кешке дейін аптасына 7 күн жұмыс істеді. Сенбі, жексенбі күндері ұлын көрші апаға тастап кететін. Тынбай еткен еңбек жемісін берді. Жер үлесін алып, үй соқты, көлік мінді. Бірақ ұлының тәрбиесін уысынан шығарып алған кеш түсінді. Бала болып бұзықтық жасамағаннан кейін мектебіне барып, ұстаздарымен де кеңеспепті. Ұлы көптің бірі болып өсіп жатты. Әжесінің көзінен үзіліп түскен бір тамшы жас немересінің бетіне тамып кетті. Ыршып тұрған немересі әжесінің бетін кішкентай алақандарымен сипап, «Әже, сен жылап жатырсың ба?» деп сұрады. «Жоқ құлыным, әншейін көңілім босап кетті ғой. Сенің ержеткеніңді көріп қуанғанымнан көңілім босады». Әже, ержету деген не?» деп немересі әжесінің қойнына кіріп қайта жатты. «Үлкен болу. Сен биыл балабақшаны бітірдің. Күзде Құдай қаласа мектепке барасың. Міне ержету деген осы. Әже, мектепке барғаннан кейін көп жақсылық істеп, сені әрқашан қуантып жүремін». «Ой, алтыным, рахмет. Мені күніге қуантып жүрсең, сені қатты жақсы көретін боламын», деп немересін құшырлана иіскеді. «Ұйықтай ғой құлыным. Ертең ерте тұрамыз», деді де арқасынан қақты. «Жоқ, ұйқым келмеді әже. Түсте көп ұйықтап алғанмын. Басымды ұйқыға толтырғанмын. Басым әлі ұйқыдан босаған жоқ», деп былдырлады. «Ой, жарығым сол, тілің неткен тәтті еді», деп әжесі немересінің маңдайынан сипады. Қайта ой құшағына шомды. Баласының аман жүргеніне шүкіршілік жасап, күнделікті күйбең тірліктің қамымен сабағында кімдермен дос болып жүргенін де қадағалай алмады. Жұмыстан келген соң кешкі тамақ үй жинау, келесі күнгі ұлының тамағын дайындау, киім-кешек жуу деген сияқты шаруаларды атқарып болғаннан кейін төсегіне жетіп құлауға ғана шамасы келетін. Тұрмыс тауқыметін жалғыз сүйреген қандай қиын. Барғы шүкір етпей, ер азаматын сыйламай, ажырасып жатқан әйелдерді әлі күнге түсіне алмай келеді. Күйеуінен ажырасқанда одан жақсы күйеу таба қойса жақсы. Таппаса өмір бойы жалғыздық адамды қажытып жіберетін қалай түсінбейді. Жас кезінде жастық у-шумен байқала қоймас. Қартайған шағында жалғыздық жанды жегідей жейді ғой. Әрине, күйеуі күніге ұрып, есінен шығарып жатса, әңгіме басқа. Ең дұрысы, жар таңдауда мүлдем қателеспеген жөн. 10 шақты жыл бірге болған кездерінде күйеу екеуі бет жыртысып ұрса қоймады. Жеңіл желпіреніштері бір күннен артыққа ұзамайтын. Күйеуінің сабырлы мінезі мұны да сабырлы еткен еді. Өмірінде қиналып жүріп, баласының тәрбиесіне көңіл бөле алмады. Кейін өкініштен өзегі өртенерін білгенде, баласының тәрбиесіне немқұрайлы қарамас еді ғой. Тірлігі бітпесе де ұлына көңіл бөлер еді. 10 сыныпта оқып жүрген кезінде бір күні ұлының таңға жуық мас болып үйге келгенде жағасын ұстады. Ертесіне ұлына ұрсып та, жылап та түсіндірген болды. Енді қайталамаймын деген ұлы жарты жылдан кейін тағы мас болып келді. Ішімдікке ауыздықтанғаны бірінші жыл емес-ау деп топшылағанда ұлынан қашан көз жазып қалғанын бажайлай алмады. Ілініп салынып оқыған ұлы мектеп бітіргеннен кейін де оқимын деп құлшына қоймады. Әйтеуір мамандық алып шықсын деп колледжге түсірді. Ұлы дәнекерлеуші мамандығын игеріп шықты. Қолы алтын, темірден небір өрнекті айнытпай салады. Бірақ ішуін жиілетті. Өзіне бағынбай бара жатқан ұлын енді жақсы әйел жөнге салар деп таныс арқылы асығы сөйлендірді. Ұлының кемшілігін жуып шаю үшін дүрілдетіп тойында жасап берді. Келінін табалдырығын аттаған кезден бастап еркелетіп ұстады. Өз қызындай көрді. Көз тимесін, келіні жақсы. Үйленгеннен кейін ішпей жүрген ұлы 2-3 жыл болды қайта іше бастады. Қасындағы дос сымақтары да оңбайды. Арақ беріп жұмыстарын бітіріп алуға тырысады. Өтірік ұлын мақтап, бірі үйінің жылыту жүйесін жөндетіп алды. Бірі есік алдына тапшан істетіп алды. Бірі шарбақтарын қоршатып алды. Көңілшік ұлы олардың көңілін жықпай бар тірлігін тындырып,
үйге масайып келеді. Мас болып келеді де үйге бір теңге де әкелмейді. Мас болу себебін түсінген келіні ашуланып ренжитін болды. Келінін кінәламайды, бірақ баласын да жамандыққа қимайды. Келіні үйіне шаттық алып келгенде болып еді, бірінен кейін бірі 3 немере сыйлады. Немерелері барда жалғыздықты да ұмытты. Бақыттың есігі қайта ашылғанда ұлы ішуді қайта бастады. Келін де шыдамай кетіп қалама деп қатты қорқатын. Сол қорқынышы шындыққа айналғанда іші қанжылады. Әже, биыл қарлығаштар келмеді ғой, деп немересі тағы әңгіме бастады. Иә, келмеді, деп күрсінді. Берекесі қашқан үйде қарлығаштар не істесін, дегенді іштей айтты. Немересінің көңіліне қарап іштен тынды. Әже, қарлығаштар неге келмеді? Білмеймін. Есік алдында арлы-берлі ұшып жүргені қандай әдемі еді, иә? Иә, жарығым. Былтыр қыс жылы болып, көктем ерте шыққан еді. Жылда келетін қос қарлығаштай ерте келіп, ескі ұяларын жөндеп, бір емес 2 рет 4-4-тен балапан басып шығарған еді. Балапандарын ұшуға баулыған кезде әрлі-берлі ұшқан әсем көрінісі немересінің есінде қалып қойыпты. Алғашқы балапандарын ұшырып жібергеннен кейін тамыздың ортасына қарай 2-ші рет балапан басып шығарды. Бұған немересі ерекше қуанған. Әжесі де мұны жақсылықтың нышанына балаған. Ал биыл кешігіп жатыр. Мүлдем келмей қояма деп көңілін қорқыныш биледі. Қой құлыным, ертең ерте тұрып мал айдаймыз, ұйықтай ғой. Иә, әже, ұйықтаймын ғой. Әкем келмеді ме? Жарығым-ау, әкесін күтіп жатыр екен ғой. Бұған да шүкір. Ол тағы мас болып келер. Әкесі келмей ұйықтап қалса жақсы болар еді. Немересі құшағына кіріп, кішкентай сүйкімді мұрындары пысылдап ұйқыға кетті. Өзі көзін жұмып ұйықтауға қанша тырысқанымен көзі ілінбеді. Түн ортасы ауа әтештер шақыра бастады. Баласы әлі жоқ.